Қайырлы күн, достар. Менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен әдеттегідей ас үй ханшайымы. Бүгін біз сіздермен дәмі тіл үйіретін, үлпілдек болып шығатын қазақ халқының ұлттық тағамы бауырсақ әзірлейтін боламыз. Тағамымызды әзірлей отыра, мен сіздерге әдеттегідей қазақ халқының салт дәстүрінен үзінді баяндап беретін боламын. Төс тартудың төркіні неде? Бүгінде әрбір қонақжай шаңырақ күйеу балаға арнап төс сақтайды. Бірақ оны не үшін күйеу балаға жегізетінін көпшілігіміз біле бермейміз. Жақында жақын қайынсіңілімді ұзаттық. Сонда күйеу балаға төс тарту кәдесі маған бұйырды. Бұл кәденің астарында не жатқанын білмесем де мәз болдым. Тіпті қайынсіңіліме күйеу балаға айтып қой, қалтасын қампайтып келсін, ертең төсті мен тартамын дедім. Ал қайынсіңілім төс деген не? Ол не үшін беріледі деп сұрады. Шынымды айтсам, сол кезде не деп жауап берерімді білмей, қатты састым. Оны сол жерде айтып берермін деп сөзден тайқып қаша жөнелдім. Кейін оның астарын іздеп бір білсе осы кісі білер деген оймен әулеттегі үлкен апамнан сұрадым. Апам еш кідірмей жауап бергенде іштей сүйсіндім де таңырқадым. Айтуынша, күйеу балаға төс екі қабырғалы елді төспен біріктіргендей сіңімді болсын дегенді білдіреді екен. Одан бөлек күйеу бала төс сияқты майлы болсын, туған туысына жайлы болсын деген мағынаны ұқтыратын болып шықты. Қызымызға да, қайын жұртына да жайлы, ұрпағына төс сияқты майлы, сөздері көңілге тимейтіндей жұмсақ болсын деп те ырымдаған. Ал біз оның сырын түсінбестен тек қалта қампайтудың әдісі деп ойлап қатты қателесіппіз. Тіпті бір тойда жөнді білмеген жеңгелеріміз күйеу баласына төсті тауысқанша жемесе болмайды деп майлы тағамды аямай асатқаны бар. Жас күйеу содан той үстінде жүрегі айнып, әбден мазасы қашады. Салтты дұрыс сақтап, оның жөн жоралғысымен атқармауымыздың кесірі осылайша дәстүрге деген жастардың жеккөрініштілігін туғызары сөзсіз. Майлы малдың төс етінің ерлер үшінде емдік қасиеті де бар. Бүкіл қабырғаның түйісетін жері майлы төс етінде қуық асты безіне қуат беретін нәр бар. Оны бұрынғы ата-бабаларымыз білген. Білгендіктен де қызын алғалы отырған күйеу баласы қуатты болсын деген ізгі ниетпен төсті тартқан. Демек бүгінде белең алған ерлер арасындағы белсіздіктің алдын алу үшін дана қазақ күйеуге төс жегізген. Түрлі жүйке жұқартарлық жағдайда суық тиюде қойдың төс еті қабынудан сақтап, қалпына келтіретінін дәрігерлер де мойындаған. Сондықтан төс тарту күйеу баладан жоралғы дәмету емес, қызының бағының баянды болуына, шаңырағының шайқалмауына, бесігінің мәңгі тербелуіне, ана атанып, әлди айтуына жол ашатын болған. Білгеніміз 19, білмегеніміз 99 демекші, қазағымыздың осындай салт дәстүрін санамызға сіңіріп, жас ұрпақтың бойына дарыту біздің парызымыз болмақ. Мінекей достар, менің бауырсағым да дайын болды. Салт дәстүрден үзінді әңгімем де өз мәресіне жетті. Достар, менің арнам сіздерге ұнап жатқан болса, тіркеліп, лайк басып, комментарийға өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Менімен соңына дейін бірге болып, видеоны тамашалағандарыңызға алғысым шексіз. Сіздермен болған ас үй ханшайымы.